саламатсыңдар ма балалар? Тәрбие сағатымызды бастаймыз. Тәрбие сағатымыздың тақырыбы қазақтың текті қыраны Талғат Бигелдиновтың туғанына 100 жыл. Жақыпбекұлы Бигелдинов, авиация генерал-майоры, Кеңес одағының 2 мәрте батыры, Барыс орденінің иегері. 1922 жылы 5 тамызда Сарыарқа даласында Ақмола облысының Майбалық ауылында дүниеге келген. Өзінің әскери өмірінде жауынгерлік барлау, немістің шабуылдаушы ұшақтарына шабуыл жасау секілді жүздеген оқиғалар болады. Талғат Жақыпбекұлы өзінің алғашқы алтын жұлдыз медалімен Кеңес одағының батыры атағын 1944 жылы алды. Оның басшылығындағы ұшақтар Кировоград пен Знаменка қалаларын батылдықпен қорғады. 1 жыл өткен соң Бигелдинов сол атаққа 2-ші рет ие болды. Кеңес одағының батыры Талғат Бигелдинов соғыста 2 жыл ғана күрес жүргізсе де, бірақ осы уақыт ішінде 305 әскери шабуылға шығып, көптеген ұшақтарды құлатып, жүздеген командалық тапсырмаларды орындады. Ол Берлин үшін жүргізген шайқастарға қатысып, мыңдаған жауынгерлермен бірге Қызыл алаңда жүріп өтіп, 23 жасында Кеңес одағының 2 мәрте батыры атағын иеленіп, елге нағыз батыр ретінде оралды. Соғыстан кейінгі қиын кезеңде ол оқуын жалғастырып, Мәскеудегі Қызыл Ту әуе күштері академиясына түсті. Талғат Бигелдинов майданда жүрген кезінде-ақ коммунистік партияға қосылып, партияның съездері мен іс-шараларына белсенді қатысты. Талғат Бигелдинов 2 мәрте Кеңес одағының батыры атағын алған тұңғыш қазақ. 2 мәрте Кеңес одағы батыры атағын алған Талғат Бигелдинов болмысына алға қарай ұмтылып тұратын адам болды. Ол сол мінезінің арқасында қосымша Мәскеу инженерлік құрылыс техникумында аяқтап үлгерді және бірнеше жыл Қазақ КСР мемлекеттік құрылыс басқармасында әртүрлі департаменттерді басқарды. 2014 жылдың 10 қарашасында белгілі ұшқыш осы дүниеден озды. Оның ерлігінің құрметіне және 9 мамырдағы жалпы жеңістің құрметіне 2000 жылы Көкшетау қаласында Ұлы Отан соғысының даңқты батырының қола мүсіні қойылды. Сонымен қатар, бүгінде ақтөбелік жоғары азаматтық ұшқыш авиациясына, сондай-ақ батырдың өзі қайырымдылық іс-шаралары аясында жиі көмек көрсеткен Қарағандыдағы республикалық әскери мектеп-интернатқа Талғат Бигелдиновтың есімі берілді. Сондай-ақ авиация генерал-майорының өмірінің соңғы жылдары өткен Алматыдағы Қонаев көшесіндегі үйіне батырға арнап ескерткіш тақта қойылды. Батырдың жүрегі 2014 жылғы 10 қарашада мәңгілікке тоқтады. Талғат Бигелдинов батылдыққа, ерлікке және ержүректілікке толы даңқты өмір кешті. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің даңқты ұшқыштың отбасы мен жақындарына жолдаған көңіл айту жеделхатында Талғат Жақыпбекұлы елбасына күн туған қиын шақта отанды сүюдің, ерлік пен әскери шеберліктің таңғажайып үлгісін көрсете білді. Сол арқылы өзін де, халқымызды да өшпес даңққа бөледі. Бейбіт өмірге оралғаннан кейін ол азаматтық авиация және құрылыс салаларында жемісті еңбек етіп, жоғары ұйымдастырушылық және биік адамгершілік қасиеттерімен өзгелерге үлгі бола білді. Халқымыз Талғат Бигелдиновты ерекше мақтан тұтты. Дүние есігін ашқан мыңдаған сәбилерге есімін берді. Олардың көбі батыр ағасына еліктеп, білікті маман, жақсы азамат болып өсті. Қаһарман отандасымыздың есімі мен еңбегі
ешқашан ұмытылмайды деп атап өтті. Болат Бегелдиновтың марапаттары: Ленин ордені, 2 рет Қызыл ту орденімен, 1 және 2 дәрежелі отан соғыс ордендері, Александр Невский орденімен, Қызыл жұлдыз ордені және 3 дәрежелі даңқ ордендерімен марапатталды. Балалар, осымен тәрбие сағатымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.